Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен Мансия, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте пайдалы рецептпен бөліскім келіп тұр. Бұл мультиваркада дайындалатын жасымық сорпасының рецептісі. Видеоның соңына дейін қарап міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте пайдалы, дәмді рецепт. Достар, видеоны соңына дейін қарамас бұрын міндетті түрде каналыма тіркеліп қойыңыздар, өйткені бұл жерден сіздер көптеген дәмді, пайдалы рецепттер таба аласыздар. Ендеше сорпаны дайындауға кірісейік. Ол үшін қажетті ингредиенттер: 3-тен өткізілген сәбіз, 1 стакан жасымық, тауық еті, картоп, сарымсақ пен пияз және де қызанақ. Тауық етін 4 бұрышты етіп, орташа қалыңдықта видеодағыдай тураймыз. Пиязды ұсақтап тураймыз. 4 бұрышты етіп, ұсақтап турап аламыз. Картопты қатты ұсақта, қатты іріде емес, орташа етіп тураймыз. Сарымсақты өте ұсақ қылып тураймыз және қызанақты 4 бұрышты етіп турап аламыз. Барлығын турап дайындап болған соң мультиварканы қосып дайындай береміз. Мультиварканы қосамыз, менюдан жарық режимін таңдаймыз, уақытын 15 минутқа қоямыз. Мультиварканың ыдысына 1 ас қасық зәйтүн майын құйып, май әбден қызған соң тауық етін салып қуырамыз. Шамамен 3-4 минуттай қуырып аламыз. Қуырылған соң үстінен пияз салып, қайтадан 2 минуттай қуырамыз. Пияз сарғайып бастағанда 3-тен өткізілген сәбіз салып, қайтадан 2 минуттай қуырамыз. Бір шай қасық томат пастасын салып, жақсылап араластырамыз. Ұсақтап туралған сарымсақ және қызанақ салып, жақсылап араластырамыз. 2-3 минуттай тағы да қуырамыз. Ең соңында картоп және жасымық салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш және дәмдеуіштер қосамыз. Мен қара бұрыш қостым және кішкене мөлшерде куркума қостым. Дәміне қарай жақсылап тұздап болған соң үстінен 1,5 литрдей ыстық су құямыз. Менюдан суп режимін таңдап, уақытын 1 сағатқа қоямыз. 1 сағат өтті, менде осындай өте дәмді, иісі аңқыған керемет сорпа дайын болды.
Қатты сұйық та емес, қатты қою да емес, дәл өзім қалағандай болды. Және міндетті түрде кез келген көк шөп қосуды ұмытпаймыз. Міне достар, осындай өте дәмді жасымық сорпасының мультиваркада дайындалу рецептісімен бөлістім. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Міндетті түрде сіздер де дайындап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде лайк басып қойыңыздар және комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Достар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осы жерде подписаться дегенді басып, міндетті түрде қоңырау жаны басып, все дегенді таңдаңыздар. Сол кезде менің видеоларымнан сіздерге уведомление келіп тұрады. Және менің каналымда басқа да көптеген плейлисттер бар. Бұл жерде ПП және ПП емес сізге қажетті көптеген дәмді, пайдалы және қарапайым рецепттерді сіздер таба аласыздар. Бүгінгі рецепт сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сіздермен болған Мансия.